Бүгінгі видеода Ташкентке сапар жайлы көрсететін боламыз. Біз тур арқылы Шымкент қаласынан ЦУМның алдынан таңғы сағат 6:00-де Қазақстан-Өзбекстан шекарасына қарай осылай бір автобуспен сапарға шықтық. Сапар барысында болған жағдайларды осылай көрсететін боламыз. Ең алдымен біз өзімізбен турдан бөлек қосымша 20 000 теңге, минимальный 20 000 теңге алып шықсаңыздар болады. 20 000 теңгеңіз өзбектердің ақшасымен 520 000 сом болады. 1 теңгеңіз 26 теңге курсымен. Оны Шымкент қаласында айналдырып алсаңыздар да болады, немесе осы шекараға жақындаған кезде обменник пункттар көп. Болмаса автобустың ішіне өздері келіп, сіздерге айналдырып береді. Осылай біз шекараға жеттік. Шекарада фото-видео түсіруге рұқсат жоқ. Сондықтан қысқаша баяндап берейін. Шекараға келген кезде сәл жылдамырақ қимылдап, тез өтіп алмасаңыздар, қазақ-өзбек шекарасында кезек өте ұзақ кезек созылып кетеді. Ол жерде сағаттап тұрып қаласыздар. Осылай Өзбекстанға өткеннен кейін алғашқы бір жерге тоқтадық. Ол жерден өзіміз таңғы асымызды ішіп алдық. Яғни минимальный 2 самса бір шаймен осылай 30 000 сомымыз кетті. 30 000 сом біздің ақшамен 1200 теңгеге біз таңғы ас ішіп алдық. Қосымша осылай өздеріңіз әртүрлі зат заказ берсеңіздер болады. Одан кейін біз екінші локациямыз осылай Төле би ата бабамыздың кесенесіне жол тарттық. Төле би кесенесіне кірмес бұрын соның Төле би атамыздың ұстазының кесенесіне кірдік. Екеуі бір жерде жақын орналасқан. Сондықтан бірінші осы Төле бидің ұстазы жатқан жерге кіріп, Құран бағыштап осылай шықтық. Ол кесененің ішінде ерекше бір ағаш бар екен. Иісі әдемі, бірақ бұл ағашты кесенені ұстап оған сыйынып, оған табынып кетпеу керек. Жай ғана турист ретінде көріп шықсаңыздар болады. Мына жерде сол Төле би атамыздың ұстазының әйелі, қызы жерленген жерлер. Осылай бір айта кететін жағдай, қыз балдарына осы кесенеге келген кезде бастарына орамал тағып жүрген жақсы. Орамалды кірген кезде бәріне ескертеді, қыз балдар тағып алсын деп, или кепка, или осылай шапка киіп алсаңыздар да болады. Міне Төле би атамыздың кесенесіне кіріп, осылай Құран бағыштап шықтық. Бұл жерде садақа жәшіктер де бар екен. Қосымша садақа салсаңыздар да болады. Келесі біздің екінші локациямыз қаланың ішінде орналасқан Наурыз паркі. Наурыз паркі өте үлкен екен. Бұл парктың ішінде не бар дегенде, кішігірім туристерге арналған базар, яғни туристерге сувенирлер сататын жерлер, түрлі ойын-сауық орындары бар осындай. Ташкент бойынша ең үлкен колесо обозрение бар екен. Бұл колесо обозрениенің құны шамамен 50 000 сом. Бұл өте жай айналатындықтан бұған жарты сағат уақыттарыңыз кетеді. Колесо обозрениеден кейін сәл ары жүрсеңіздер түрлі ойын-сауық аттракциондар бар. Және де осының базарға кіре берсін сол жағында туристерге арналған кішігірім базар бар. Осы жерде жан-жақтан келген туристерге өте әдемі осындай туристік заттар сатылады. Бұның іші салқын әрі әдемі болып тұрады. Осы парктен шыққаннан кейін біз түскі асқа Бесқазан деген атақты жерге келдік. Яғни әлемге әйгілі осындай Бесқазан плов центрі бар екен, палау жасайтын. Ол Ташкент телебашнясының жанында. Бесқазанның ішіндегі осындай кішігірім кухнясына обзор жасап кетейік. Бұл жерде Бесқазан емес, оннан көп қазан бар екен. Бұл жерде газбен жағылмайды, бәрі отынмен, осылай табиғи отынмен. Іші өте керемет, тамаша әсер аласыздар. Мынау центрде тұрған өте үлкен қазаны
бірнеше қазанда осылай плов басылып отыр, палау басылып отыр. Осылай қалған қазандарда ет пісіп жатыр. Енді бұның өзін осылай туристер аралап жүріп көруге болады екен. Қалай басып отқанын, қалай қанша сәбіз салатын, қанша күріш салатын, міне осындай үлкен тай қазан сияқты қазандарына осылай палауды басып көрсетіп отыр. Бес қазанның өзінің тамақ ішетін жерді өте керемет. Яғни осы жерге барғанда қарындарыңыз ашып барсын. Осы Ташкенттің палауынан бір ерекше әсерленіп жейтіндей. Мына бес қазанның іші адамға лық толы. Жан-жақтан келген туристер, осылай өздерінің адамдары осылай толып отырады екен. Осылай бір плов пен шай, су алып жеген, осылай 70 000 сомға шығады екен. Келесі біздің барған жеріміз Ташкент Сити қалашығы. Яғни туристерге арналған Ташкент Ситиде бір Еуропа елдерінде жүргендегідей әсер аласыз. Өте биік ғимараттар, кең көшелер. Ташкент Ситиде өте ерекше музей бар екен. Және де Ташкент Сити осы парктың ортасында ерекше әнмен алатын, билейтін субұрқақтар бар екен, фонтан. Осы фонтанды тамашалап көрсеңіздер болады. Балауыздан жасалған әлемге танымал тұлғаларды осылай әдемілеп көрсетіп қойған. Бұған кіру құны шамамен 50 000 сом, біздің теңгемен 1-2,5 мың теңгедей. Бұл музейдің ішінде әлемге әйгілі тұлғаларды осылай балауызбен әдемілеп тірі жанға ұқсастырып қойған. Өзіміздің телевизордан көріп жүрген тұлғалардың жанында тұрғандай сезімде боласың. Келесі біздің осы музейден кейін барған жеріміз Magic City деген үлкен қалашық. Ол өз алдына туристердің баратын жеріне дайындап істелген қалашық. Яғни бұл Magic City'дің кішігірім қалашықтың әр көшесі әртүрлі безендірілген. Бірінші орталық көшесі Арбаттағыдай осылай аспалы шамдармен керемет безендірілген. Бұл жерде жан-жақтан келген, әлемнің жан-жағынан келген туристерге толы, адам өте көп. Бұл Magic City'дің ішінде түрлі ресторандар, сауда орындары, басқа да тамақтанатын орындар өте көп орналасқан. Міне екінші Magic City'дің көшесі осылай әдемі зонтиктермен, түрлі түсті зонтиктермен орналасқан. Бұл өте әсерлі көрініс береді.
Бұл Magic City'дің ортасында орналасқан осындай үлкен көл бар. Ар жерінде Диснейдің қалашығы бар. Осы Диснейдің қалашығынан осы көлдің бер шетіне шейін осындай аспалы жол істеп қойған. Және де бұл Magic City'дің ішінде балықтарға арналған аквариум, өте үлкен аквариум бар. Океанариум деп айтсақ та болады. Бұның ішінде түрлі балықтар бар. Бұл жерге кіру құны 100.000 сом, яғни біздің ақшамен шамамен 4.000 теңгедей. Сіздер енді Өзбекстанға келген кезде осындай бағалардан бірінші келген кезде көп адам шошып қалып жатады. Яғни 100.000 сом дегеніңіз біздің 100.000 теңге екен деп қалып жатады. Оны ұялмай сол жерде өздеріңіз калькуляторға салып көріп алсаңыздар болады. Яғни бұл жерге келген кезде су ішем десеңіздер 10.000 сом десе 10.000 теңгемен шыдастырып қалып жүрмеңіздер. Яғни біздің ақшамен бұл шамамен 400 теңгедей ғана. Осылай Ташкенттің ақшасына жайлап үйренесіздер. Міне балықтарға арналған аквариумдары өте керемет. Іші кең, жарық. Түрлі балықтардың сан алуан түрлігі өте көп. Осы Magic City'ден шыққаннан кейін біздің келесі баратынымыз Сеул парк деп аталады. Келесі локация. Бұл Сеул парк Корей үлгісінде соғылған үйлер осылай бір қатарға орналасқан өзеннің жанында. Бұл өзеннің жан-жағының бәрі түрлі ойын-сауық орталықтары және сауда орындары, тамақтанатын орындар. Осылай өзеннің бойында билейтін фонтандар бар. Осылай біз Ташкентте осылай бір күн сапарымыз осымен аяқталды. Осылай біздің Ташкентке бір күндік турымыз аяқталды. Турдың бағасы 10.000 теңге, қосымша өзімізбен кеткен бір адамға шығын 15.000 теңге. Осылай бір адамға жалпы 25.000 теңгемен Ташкентке бір күндік турға саяхатқа барып қайтсаңыздар болады.